сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге лимонның пайдасы және зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан ол қартаюды баяулатады. Онкологиялық аурулардың дамуына кедергі жасайды. Холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Суық тиюдің немесе тұмаудың алдын алу үшін қолданылады. Құрамында дәрумендер иммунитетті нығайтады. Нәтижесінде адамның ағзасы аурумен тиімді күресе алады. Сондай-ақ оның көмегімен дене температурасын төмендетуге болады. Лимон шырыны стресске қарсы тұра алатын құрал. Оның көмегімен көңіл күйді жақсартып, эмоционалдық жаратылыстарға азайтуға болады. Лимон асқазанға пайдалы. Ол ішектерді тазартады, токсиндерді шығарады және зиянды бактерияларды жояды. Лимон шырынын косметологияда да кеңінен қолданылады. Оның негізгі көптеген маскалар жасалады. Лимонның бір тілімін таңертең 1 стакан жылы суға салып, аш қарынға ішсе, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Лимонмен түрлі бәліштер жасау кулинарияда да кеңінен пайдаланылған. Лимонды ресторандарымызда да көп пайдаланылады. Олар балықты сәндеуде және оның ыдысындағы балықтың иісін кетіруде кеңінен қолданылады. Тағы да салаттарымызға дәм беру үшін оның сығындысы қосылады. Лимонның пайдасынан бөлек зияны да бар. Бұл цитрус жемісі аллергияға бейім адамдарға, жүкті және емізулі әйелдерге, кішкентай балаларға, бүйрек ауруынан зардап шегетіндерге жеуге болмайды. Өте қышқыл болғандықтан асқазанды тітіркендіреді. Сол себепті ұйқы безі қызметінің бұзылады. Лимон көптеген емдік қасиеттері бар пайдалы жеміс. Оны тек дұрыс пайдалана білу керек. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.